Ертеде бір кішкентай ауыл болыпты. Қысы қатты, бірақ өте әдемі екен. Бір күні аспаннан үлпілдеген ақ қар түсіп, жер бетін ақ көрпемен жауыпты. Ақ қар жай қар емес, сиқырлы болыпты. Ол түскен жеріне тыныштық пен қуаныш сыйлайды екен. Ауылда Айару деген қыз өмір сүріпті. Ол қысты жақсы көрмейді екен. Өйткені суықта ойнау қиын деп ойлайтын. Бір күні ақ қар Аярудың түсіне кіріп, егер сен мені түсінсең, қыстың сұлулығын көресің депті. Таңертең Аяру далаға шығып, қардан ақ қала жасап, із қалдырып, күннің қарда қалай жарқырайтынын байқапты. Сол сәтте ол қыстың да өз қуанышы бар екенін түсініпті. Ақ қар оған риза болып, ауылға жылы көңіл күй мен бірлік сыйлапты.